Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен салқын душтың 5 пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Сіз салқын душқа түсесіз бе? Комментарийға жазып кетіңіз. Және қашаннан бері. Ерік-жігерді шынықтырады. Салқын душ ерік-жігерді дамытуға арналған тамаша жаттығу. Жігерлі адам ғана жетістікке жетіп табысты бола алады. Оған қоса ерік-жігерді шыңдау арқылы өмір сүру салтын да дұрыс жаққа қарай өзгертуге мүмкіндік бар. Ал ерік-жігерді жаттықтыру үшін күніне 1 минут қана жеткілікті. Салқын душ адам қолайсыздықты бастан өткізіп қана қоймай бейімді бола түседі. Салқын душ арқылы бойыңызға жағымсыз сезімге үйретуге болады. Осының арқасында өмірде қызбалыққа салынбай шыдамды болуға үйренесіз. Салқын душ ол кішігірім медитация. Салқын душқа түсіп проблеманы ұмытып күйзелістен арылуға болады. Бойын сынуға үйретеді. Салқын душ психологиялық тепкі берудің шебері. Бойыңызға салқын суға үйрету үшін ұзақ тұру керек. Салқын душ қабылдауды күнделікті әдетке айландырсаңыз, өзіңіздің сабырлы, қуатты бола түскеніңізді байқайсыз. Салқын душтан иммунитет күшейеді. Салқын душ иммунитетті күшейіп, ағзаны түрлі аурулардан қорғайды. Салқын душ бойға қан жүгіртіп, ағзаны жаттықтырады. Сол арқылы ағза бойдағы бактерия мен вирусқа қарсы тұра алады.